Жиырма 27-28 наурыз күндері Астана қаласындағы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайына еліміздің әр өңірінен 1000 жарымға жуық өнерлі жастары жиылды. Аймақ атынан қатысуға мүмкіндік алған Тасбөгет оқушылар үйінің шәкірттері кейінгі кезде ұмытылып бара жатырған көне дәстүрді жаңғыртып, байқау ұйымдастырушылары мен әділ қазылар алқасынан зор баға алды. Яғни Тасбөгеттік жас қолөнер шеберлері сәндік қолданбалы өнер номинациясы бойынша сынға түсіп, инемен шаншып отырып матаның бетіне жүннен сурет салудан бірінші орын жеңіп алып, ел мерейін үстем етті. Жасаған еңбегіміз қайтты, жюрилер қатты таңғалып, жақсы баға берді. Осылай қолөнерімізді дамытуды, әрі қарай жұмыс жасау, бірге жұмыс жасауға ұсыныс түсті. Қуаныштымыз, балдарымның еңбегі қайтқанына қуаныштымын. Осы қолөнер үйірмесінің оқушыларым 4 жылдан бергі еңбектері ақталды. Күні түні ұйықтамай, сабақтан тыс уақытта да жұмыс жасап, ата-аналардың қолдауымен, басшыларымыздың қолдауымен осындай жетістікке жетіп отырық. Ережеде тек қана бір паномен бару керек болатын. Біз қазақша киімді киізден арнайы басып алып бардық. Сондықтан біздің менің ғана қыздарым, 11 қызым кіріп, сол өздерінің жасаған бұйымдарының қасында тұрып, жюриге тест кәдімгідей сұрақтарына тапсырды. Сол сұрақтың бәрінен сүрінбей өтіп, соның нәтижесінде бірінші орын алдық. Дәлелдедік жұмысымызды, сонда мастер-классымызды көрсетіп, дәлелдеп солай алдық. Осы қолөнер үйірмесінің оқушыларым 4 жылдан бергі еңбектері ақталды. Күні түні ұйықтамай, сабақтан тыс уақытта да жұмыс жасап, ата-аналардың қолдауымен, басшыларымыздың қолдауымен осындай жетістікке жетіп отырық. Осы қолөнерді негізі анамнан келе жатқан өнер, кішкентайымнан киіз басып, кілем тоқып өскенмін. Сол мамандық негізі бухгалтер, бірақ осы мамандықты сүйіп қайтадан оқып алдым. Бұл мамандықты бастағаныма 4 жыл болды. 4 жыл болды мұғалім болғаныма. Қазіргі таңда үлкен жетістікке жетіп жатыр. Бірақ киіз басудың жаңа технологиясын үйреткен ұстазым Қорқыттағы Әлайдарова Айдана Әлайдар қызы. Қазіргі таңда екеуміз бірлесіп дәстүр қолөнер орталығында қоғамдық қорымыз бар. Ішінде 32 шеберіміз бар. Ол шеберлер Экспо 2017-нің бас жүлде иегерлері. Және де біз 5 облыспен меморандум аясында жұмыс жасаймыз. Ол кісілермен жақын арада Алматы қаласында болып, 5 мемлекеттің тығыз байланыста мастер-класстарын алып, сабақтарын алып қайттық. Ақштан, Турциядан, Грузиядан 5 мемлекеттен келді. Енді менің оқушыларымның ата-аналары біздің жол жүріп келгеніміз таңғы 5 болды. Соған қарамастан ата-аналарымен және де ұжымдастарым Тасбөгет кентінің әкімдігінен келіп отқан кісілерге алғысым шексіз. Алладан қайтсын, рахмет, бала-шағаларыңыздың рахатын көріңіздер. Өнері бағаланып, байқаудан зор шабыт алғандардың бірі Нұрай Толыспай. Болашақта дәрігер болуда басты мақсат еткен 10-шы сынып оқушысы бос уақытында қолөнерге ден қойып, атадан мұра болып қалған игі дәстүрді жаңғыртуға үлес қосып келеді. Яғни қолөнер шебері бірнеше жыл бұрын киіз басудың жаңа технологиясына қызығушылық танытып, Тасбөгет оқушылар үйіндегі қолөнер үйірмесіне қатысып, талантын шыңдайды. Еңбегінің жемісін көрген дарынды қыз алдағы уақытта көне дәстүрді халық арасында кеңінен насихаттауға барымды саламын дейді. Менің осы үйірмеге қатысқаныма 4-5 жылдай уақыт болды. Мен осы мамандықты қатты жақсы көремін, одан әрі дамытамын деген ойдамын. Осы жеңістің нәтижесінде біз әрі қарай шыңдалуға өзіміз сондай қуанышты көңіл күймен келдік. Астана жарысына қатысып келгенімізге өте қуаныштымыз. Әрі қарайда үлкен биік белестерге жете береміз деген ойдамыз. Апайымызға алғысымыз шексіз. Бұл туындыда мен бейбітшіліктің бейнесін бейнеледім. Себебі бұл қазақ елінің бейбіт өмірде өмір сүріп жатқандығын дәлелі. Ақ көгершін ол бейбітшіліктің белгісі. Сондықтан мен өзімнің пано жұмысыма көгершіннің бейнесін бейнеледім. Бұл үйірменің алғашқы жарқын жеңісі емес.
Азат Мырзаеваның шәкірттері осыған дейін түрлі республикалық өнер бәйгелерінде топ жарып, сыр елі атын шығарған. Енді Азат апайдың оқушылары Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия және Мысыр елдерінде өтетін өнер байқауларында бақтарын сынайтын болады.